мен Жанерке Сағымжан министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Қазақстан Румыния үкіметаралық комиссиясының аясында индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Алмаз Ыдырысов Румынияның көлік және инфрақұрылым министрлігінің мемлекет хатшысымен кездесті. Кездесу барысында тараптар рұқсат бланкілерін алмасу, жүк тасымалының ұлғаюы, Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамытудың өзекті мәселелерін талқылады. Екібастұз қаласының индустриялық аймағында металлургия кластер дамыту тұжырымдамасы таныстырылды. Елімізде алғаш рет 3 жоғары технологиялық нысан салынады. Сәйкесінше ауқымды жобаны жүзеге асырудың бастауы мемлекет басшысының Корея Республикасына сапары кезінде қаланды. Кластер құрамында 3 кәсіпорын толық іске қосылған кезде 2700 жаңа жұмыс орны ашылады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев орталық Азия елдері мен Иран Ислам Республикасындағы әріптестерімен кездесті. Тегеран қаласында өткен кездесу барысында өңірлер арасындағы көлік транзиттік ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды. Кездесу қорытындысы бойынша көлік министрлігінің ынтымақтасты одан әрі дамыту туралы бірлескен мәлімдемесіне қол қойылды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында биылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы қаралды. Өз кезегінде министр Қайырбек Өскенбаев өнеркәсіп, транспорт және құрылыс салаларындағы нәтижелер туралы баяндады. 2022 жылдың алғашқы 9 айының қорытындысы бойынша отандық өңдеу өнеркәсібінің барлық секторының оң серпін байқалды. Қайырбек Өскенбаев Abu Dhabi Ports Group компаниясының басқарушы директоры Мұхаммад Шума Аль-Шамисимен кездесті. Басқосуда Ақтау және Құрық порттары мен Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағын дамыту бағыттарын талқылады. Министр Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстан стратегиялық сауда экономикалық әріптестері екенін атап өтті. Бұл сапар мемлекетаралық қарым-қатынастардың тың серпін беретінін сенім білдірді. Павлодар облысында республикалық маңызы бар Астана Ерейментау-Павлодар жолының 235-259 шақырымдағы проблемалық учаскесінде жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев Instagram желісіндегі парақшасында жазды. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары толық көлемде аяқталды. Жол құрылысының сапасы қатынасты мәселелер біздің министрліктің тұрақты бақылауында, деді ведомство басшысы. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.